Ассалаумағалейкум. Кітап күнде оқу арнасының тұрақты көрермендері, оқырмандары қалайсыздар? Бүгін бізде 24 мамыр 2025 жыл. Бүгінгі оқитын тақырып: тамақты шақтап, әдебін сақтап іш. Ас адамның арқауы, дейді халық. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды, дейді тағда. Ал астан үлкен нәрсе жоқ деу асты қасиетті, киелі санаушылықты білдіреді. Осының бәрі ас тағамның адам өмірінде тек аштан өліп қалмау үшін ғана қажет емес екенін көрсетеді. Адамның биологиялық қана емес, рухани өмірінде, әр халықтың жанына етене жақын салт сана, ғұрып дәстүрінде астың алатын орны, мәні өте зор. Соған байланысты ас тағамға қатысты әр халықтың өзіндік дәстүрлі және жалпы адамзатқа ортақ қазіргі замандық әдеп нормалары бар. Өз басын қадірлейтін әрбір адам осы екі арнадан бас құрайтын талаптар мен жоралғыларды жете біліп, әрі оларды орнымен үйлестіріп қолдануға тіпті де немқұрайды қарай алмайды. Олай етпегенде әр жерде сыпайылап айтқанда ыңғайсыз жағдайларға душар болып опық жейді. Сондықтан әуелі отбасында, одан кейін балабақша мен мектепте балаларды ас суға қатысты әдеп түрлерімен жүйелі түрде таныстырып, оларды іс жүзінде тиянақты орындап отыруға дағдыландыру тәрбие міндеттерінің бірі болып табылады. Халық даналығы сыйластық дастархан басынан басталатынын айтады. Әдеп, адамгершілік дегеніміздің түп төркіні сол сыйластықта жатыр. Адамның тәні мен жанын кемелдендірудің жолын іздеген ұлы ойшылдардың, соның ішінде ақын, жазушылар мен медицина ғалымдарының тамақтану әдебіне ерекше мән бергендері тегін емес. Шығыстың әйгілі ақыны Сағди Шеразидің айтуынша, адам тамақ ішу барысында көп шақты сыннан өтеді екен. Орта ғасырларда өмір сүрген тәлімгер ақын, түркі ғұлама Жүсіп Баласағұн да дәл осы тақырыпқа өлең арнап, Сағди толғауымен өзектес ой өрбітеді. Артық жеген ас тамақ айналады кеселге, шалдықтырар ауруға былапыт ас жесеңде. Кеңірдектен ішкен ас түбі босқа кетпейді, сарғайтады реңді, жанды қинап дерт жейді. Ауру енер денеге артық жеген аспенен, мерзіміне жетпестен қартаяды жас денең. Ауру енер денеге артық жеген аспенен, мерзіміне жетпестен қартаяды жас денең. Өте дұрыс айтылған екен. Өлеңде тамақты дұрыс іше білмеудің зияны мен әдепке жатпайтын жарамсыз жақтары өтірік де орынды сипатталған. Халқымыздың мыңдаған жылдар бойы тұрмыс тіршілігінде тамақ ішудің, ауқаттанудың өзіндік әдебін құрайтын төл қағидалары қалыптасып, ол қағидалар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отыр. Олар күні бүгін тамақтану мәдениетіміздің негізін құрап, қазіргі заманғы тұрмысымыз бен өркениетіміздің жаңалықтары мен қорлана түсуде. Әрине, ұлттың, ұлыстың өмір сүру жағдайларына, тарихи даму кезеңдеріне, басқа халықтармен аралас құраластық, сауда-саттық, мәдени қарым-қатынастарына байланысты олардың ұлттық тағамдарының құрамына өзгерістер болып отырады. Сондай-ақ тамақтанудың дәстүрлі тәртіп нормаларында жаңарулар болмай қоймайды. Бірақ оның ата салтымен, әдет ғұрпымен, діни нанымдарымен, ұлттық психикасымен біте қайнасып кеткен жанды өзегі. Негізгі ұйтқысы сол халықтың немесе ұлттың өзіндік ерекшелігі болып қала береді. Тамақтану әдебінің табиғатын тануға қатысты бұл айтылған мәселелердің маңызына оқушылардың назарын аудара отырып, біз енді оның нақты көріністеріне тоқталамыз.
Ауқаттану әдебі тамақ ішуге отырар алдында қолды жуудан басталады. Егер үйге қонақ келсе, үлкендер дастархан төңірегіне отырып қалса, онда жасы кішілер қонақтардан бастап қол су әкеп құйып сүлгі ұсынуы немесе қонақ кісіні қол жуғышқа бастап барып, ол қолын жуып болған соң таза сүлгі ұсынуы тиіс. Мүмкін болса, әр адамға жеке-жеке шағын сүлгісі ұсынылса тіптен жақсы. Сондай-ақ жасы үлкендердің, жасы кішілердің, ата-аналарының балаларының қолына су құйып, орамал әкеп беріп жатуы жарамайды. Дастархан басында жиналғандар да қалай болса солай отыра қалыспайды. Жасына, сый құрметіне тағы басқа қарай әркімнің отыратын жері болады. Кішкентай нәрестелер, бүлдіршін бала ата-аналарының қасында отырады. Өйткені олар дербес өз беттерімен тамақты ішіп жеп, ас құйылған ыдыстарға иелік жасай алмайды. Ал ер жеткен балалар ата-аналарынан басқа да үлкендерден төмен есік жақтан орын алуға тиіс. Бірақ бой жеткен қыз есік жақта отырмайды. Бір қонақ үй иесінен жасының үлкен не кішілігіне қарамай төрде отырады. Мейман атаңнан да үлкен деген сөз содан шықса керек. Дастархан жайылып тамақ қойылғаннан кейін алдымен жасы үлкен кісі дастарханға бата жасап, бисмилля деп табаққа қол созып, астан ауыз тиеді де, ет болса сүйектерін кесек етінен ажыратып отырғандарға өзі үлестіріп береді, немесе ондай қызметті атқарып етті турауға ыңғайы бар жасы кіші ер адамға әдетте жігіттерге тапсырады. Ет турап дастарханға қызмет істеу бұрынғы кезде жас жігіт үшін үлкен сын болған. Сондықтан бұл қызметке еркек кіндіктілер балалық шақтарынан жаттығатын. Олардың отырысы табақтағы етті түр-түрі сүйек-сүйегіне қарай тиісті ретімен алып, тез жұқа етіп ептілікпен турайтындар ақсақалдардың ризашылығына, мақтауына ие болып, бір ауылға елге аты шығар еді. Бүгінде ондай дәстүр қалып бара жатқанымен, әр жігіттің, әсіресе той-топа, басқа да бас қосуларда табақтағы етті саспай, сасқалақтамай, сорпа суын шашыратпай, мыжғылап, жұлғыламай жөнін біліп тура алуы қажетті саналады. Ал мұндай қызмет тапсырылмаған жасы кішілер мен балалардың алдымен табаққа қол салуы әдепсіздікке саналады. Олардың үлкен тамақ алып отырғанда олардан бұрын жеп болдым деп қолдарын сүртіп дастарханнан шегінуі, шай болса сарқырап ішіп кесесін төңкеру жөнсіз, тұрып кету тіпті сөкет. Өйткені мұндай қылықтары арқылы әсіресе сырт кісілерді ыңғайсыз жағдайға қалдыруы, үлкендерді сыйламағандық, елемегендік, көзге ілемегендік болып қабылдануы мүмкін. Сондықтан жастар дастархан басында қонақ, сырт кісі отырған үйдің иесі табақтарының жағдайын ойлап, қас-қабағын байқап іс қылғаны ізет сақтағаны жөн. Сөйтіп олар табаққа бата сұрап, мұны ас қайыру батасы дейді. Содан кейін орындарынан тұрулары керек. Дастархан жиналып, қол жуылған соң қонақтар қайтуға ыңғай білдіргенде үй иесі олардан бұйымтал сұрап, онан кейін қош айтып шығарып салуы ләзім. Әрине, үй иесінің немесе оның інілері, балаларының қонақтарының кебісін алып беріп, сырт киімдерін кигізіп, ас киімдері мен басқа да мұнысын алып беруі әдептілік талаптары болып табылады. Осы күні кейбір үй иелері дастархан жайылар жайылмастан арағын ала жүгіретіні бар. Бұл қонақтарды сыйлағандық емес, қайта сыйламағандық болады. Өйткені сонысы арқылы қонаққа ас тағамынан, дәм-тұздан, үй иелерінің пейіл ықыласынан, дастархан үстіндегі жағымды әңгімеден, арақ
мәндірек дегендей болып қабылдануы ықтимал. Шынында да арақ пен арақ астан жоғары бағаланып бірінші орынға шығарылған дастарханда үй иелерінің бар пейілін салып көп еңбектеніп әрі сыйлы қонақ жесін деп өз ауыздарынан жырып берген дәмді жұмсақ тағамының қадірі кетіп, жөнімен ішіп желінбей қалады. Әңгімелерінің де берекесі қашып, ықылас құрмет далаға кеткендей болады. Оның үстіне ішімдік қанша жөнімен ішілгенмен бала шағаның ондай дастархан басында үлкендермен қонақтармен бірге отыруы орынсыз. Сөйтіп балалар ауыл ақсақалдарына алыстан келген қадірлі мейманға қызмет көрсетіп, үлкенді сыйлау әдебіне үйрететін әрі олардың өздерін танып біліп неше алуан қызықты де тағылымды әңгімелерін тыңдап сабақ алатын аса бағалы ежелгі дәстүр де көмескі тартып бара жатқандай. Бұл тамаша адамгершілік дәстүріміздің жаңа өркениетіміздің мәні мен сәнін молайтып, ақ дастарханымызға мәңгі оралуға қақысы бар. Ал енді алға қойылған тағамды ішіп жеудің өзі әдеп тәрбие талаптарының тұтас бір жүйесін құрайды. Мысалы, ет алдыға қойылысымен оны тураушы үйлестіріп берген сүйектерге бірден ауызды салып, тіспен шұлғып жеу өте әдепсіздікке саналады. Оны шала-мұжып, жұлым-жұлым етіп тастай салмай, пышақпен тап-тұйнақтай етіп тазалау жеу керек. Кейбіреулер тамақты тәрелкесіне үйіп салып алғанмен тауысып жемейді. Көбі артылып қалады. Бұл да жараспайды. Тамақты өзіңнің аш тоқтығына, тәбетіңе қарай шамалап алып тауысып жеу ләзім. Егер де тамақ, сусын тағы басқа жеке ыдыспен кісілердің бас-басына ұсынылатын жағдайда үлестірушіден өзіне шақтап құйып беруді өтінудің уақасы жоқ. Өйткені ауқаттану әдебі тамақтың өзінің тиесілі бөлігін тауысып қоюды талап етеді. Жаманнан жарты аяқ ас қалады деген мақалдың мазмұны соған меңзеп тұрғаны аян. Үй иелері өздері үшін болсын, қонаққа арнап болсын, жасаған тағамның бірінші кезекте дәмді де таза болуын, одан кейін әрине жеткілікті болуын құнттайды. Бірақ ол тамақ ұсынылып отырған арнайы немесе құдайы қонақтың асқа сын тағуы әбес болады. Керісінше шын ықыласпен күтіп, қызмет көрсетіп отырған үй ішіне жайған дастарханы, берген ас суы үшін алғыс айтып, ризашылық білдіруің тиіс. Бұл арада ең маңыздысы қонақ күтуші отбасының қас-қабағы, ықылас ниеті. Сондықтан халық ықыласпен ас қойса, алдыңа сыйлап бас қойғаны дейді. Ондай жайдары қабақпен көрсетілетін шынайы құрметке қонақтар да өз тараптарынан лайықты сөздермен рахметтерін білдіріп, көңілді отырулары керек. Адам Толстойдың сөзімен айтқанда, тамақ ішу үшін өмір сүрмейді, өмір сүру үшін тамақ ішеді. Тәбетің шаппаған астың қай-қайсы да бойға жұқпайды, ауру сырқауға себепші болады. Бұған дана халқымыздың ауру астан деген мақалы дәлел. Аш көз тамақ саулықпен шамадан тыс көп ішіп жесең, күпі болып кекірегің азаяды, жайың келіспей мазаң кетеді. Ақыры денсаулыққа зиян келтіретін және ондайларға мешкей деген сүйкімсіз ат қойып айдар тағылады. Мешкей деген жақсы атақ емес деген сөз сондайларға ескерту іспеттес. Саулық тамақ ішудегі әдепсіздік. Ондайлардың өзгелердің райымен есептемейтін парсыздығы басқаларға ұнамсыз болып қана қоймай, тіпті жирентіп ұшындыруы мүмкін. Енді бұдан өткен ұят әдепсіздік бола ма? Ұлы шипагер ғұлама Әбу Әли ибн Сина шеміршектеп артық жемеу түгіл, асқазанда жегеніңдей тамақ сиятын бос орын қалсын
деп кеңес береді. Дәл осындай ойды, яғни тамақты тарта ішу денсаулыққа пайдалы деген пікірді атақты басқа ойшылдар да айтады. Мәселен, әмбебап ғалым әл-Фараби мөлшерімен ішіп жесең денің сау болады десе, Франклин ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш дейді. Ал данышпан Толстойдың ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш дейді. Өз аузыңа сақ бол, аурулар сол арқылы келеді. Сен тамақ ішіп болып, орнынан тұрған кезде тағы да іше түскің келетіндей болсын. Өз аузыңа сақ бол, аурулар сол арқылы енеді. Сен тамақ ішіп болып, орнынан тұрған кезде тағы да іше түскің келетіндей болсын деген сөздері жоғарыда келтіргендей Ибн Сина пікірін қайталап тұрған жоқ па? Қазақтың атақты шырайы Тұрмағамбет Істірлеуов бұл шындықты арыстан аш, доңыз тоқ болады деген тәмсілмен өткір айтып жеткізген. Қазіргі заман ғылымының айтары да сол. Артығын былай қойғанда, қалыпты тамақтың өзі соның калориясына сәйкес күш-қуат жұмсаумен, жұмыс істеумен, дене шынықтыру әрекеттерімен шұғылданбаса, бойға артық жүк семіздік болып жамалып, ол ішкі ағзаларға, әсіресе жүрекке зиянды әсер етеді. Ақыры кеселге апарып соғады. Оған үзбей ішкен арақ-шарап қосылса, бауыр мен ми қабығы қабынып, жүйке бұзылады. Демек, адам істен шығады. Олай болса, тамақты шақтап, талғап жеп-ішу адамның жоғарғы мәдениеттілігінің, әдепті дегдарлығының белгісі. Қазақтың ата тамақтары, дәстүрлі тағамдары көп калориялы, өте күшті кенеулі келетіні зерттеу еңбектерінен мәлім. Мұның өзі олардың жазы қысы ашық ауада болуымен, тіршілік ету жағдайларының қиындықтарымен байланысты болса керек. Содан да шығар қазақтың ас тұрған жерде ауру тұрмайды дейтіні. Шынында да қақаған аяз бен қарлы боранда мал бағып, таңның атысынан күннің батысына дейін аңызда тыным таппай еңбектенген адам оны тамақ бұйым болмаса керек. Ал қазіргі еңбекті техникалық прогресс жеңілдетіп отырған, ауру дене еңбегі азайып, қимыл әрекет кеміген, отырып істейтін жұмыстар көбейген заманда бұрынғының етті, майлы, қуатты, қауқарлы тамақтарын бойға сіңіру оңай емес. Демек, қазақтарша жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын деген сірә ерте заманда бір қомағайдың аузынан шығып, күллі үшін күні бүгінге дейін айтылып келе жатқан сөздің дұрыс тамақтанумен халықтың тартып ішсең тай қалады деген қанағатшылдығымен, жалпы бұрынғы соңғы ауқаттану мәдениетімен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Ұлы философ әрі дәрігер Гиппократтың табиғи мөлшерден асып кетсе, артық тойыну да, аштық та, басқасы да жақсы емес деген дұрыстығын ғылым мен тарих қатар дәлелдеген ұлы өсиетінен шығар түйін де сол. Дастархан үстінде онда да ауызды асқа толтырып алып сөйлеу жараспайды. Біздің халықтарымыздың басқа жұрттар соның ішінде тамақ жегенде саңыраумен әрі мақаумын дейтін орыстар да ондай әдепті әдепсіздік деп біледі. Мұның әдептілік тұрғысынан ғана емес, тәбеттің тамаққа ауып, сілекей бездерінің дұрыс бөлініп шығуы, сөйтіп ішкен астың дұрыс қорытылуы үшін маңызы зор. Халықта жұтпай тұрып шайнап ал, сөйлемей тұрып ойлап ал. Жұтпай тұрып шайнап ал, сөйлемей тұрып ойлап ал деген тамаша мақал бар. Тамақты алып құпыл шайнамай жұту
көргенді кісінің ісі емес, сондықтан асты шайнап жеу керек. Ондай тамақ бойға сіңімді болады, сырт көзге сөлекет көрінбейді. Көп шайнаған көп жасайды. Көп шайнаған көп жасайды деді деп тегін айтылмаса керек. Бірақ шайнап жегеннің жөні де осы екен деп малжаңдап отырып алу орынсыз, әсіресе жастар үшін жарасымсыз. Сондай-ақ тамақ ішкенде шашпай төкпей дастарханға немесе үстіне ағызып тамызбай шашыратпай ішуге үйрену, дағдылану, өзін өзі қадағалап отыру қажет. Үлкендер балаларды мұның бәріне кішкентай кездерінен бастап мұқият машықтандырғаны жөн. Әйтпесе әдепсіздіктің үлкені сол болмақ. Ал пышақ, қасық, шанышқылары дұрыс ұстап, шебер епті пайдалану, қасықты ыдыстың түбіне тигізіп шақырлатпау да тамақ ішу мәдениеті тұрғысынан алғанда ұсақ-түйек нәрселер емес. Тамақ ішіп отырғанда кекіру өте әдепсіздік болып табылады. Басқа адамдардың арасында ғана емес, өз отбасымен бірге, тіпті жалғыз тамақ ішіп отырғанда да олай істеу жарамайды. Бұл жағынан балаларға да мұқият айтып, ескертіп отыру міндет. Тамақтың дыбысын шығарып, қатты сораптап ішу де ұят. Әлсін-әлсін мұрнын тартып, тісті шақырлату өзіне өзгелердің назарын аударып қана қоймай, жағымсыз әсер етеді, ыңғайсыз жағдайға қалдырып тәбеттерін бұзады. Кейбір кісілердің тамақ үстінде құлақ мұрнын шұқылап, егін қасатын жаман әдеттері болады. Олай істеу гигиеналық тұрғыдан зиянды, әдептілік тұрғысынан сын көтермейтін тұрпайылық. Сондай-ақ тіс шұқу, аузына қос саусағын салып, тісінің арасына қыстырылған тамақтың қалдығын алу, оны дастарханға сүрту, барып тұрған әдепсіздік, өзін де өзгені де дастарханды да сыйламағандық, опасыздық, оспадарлық. Дастархан үстінде басқаларға кезек бермей, дағдырлап ауыз жаппай сөйлей беру, тұрпайы сөз айту, өзінен жасы кіші яки лауазымы төмен адамға зекіп немесе отырғандарға көз қылып кемітіп сөйлеу дөрекілік, инабатсыздық болып есептеледі. Қолын қасындағы адамның иығына салу, арқасынан тізесінен қағу, біреудің мұны кемшілік ақаттығына өзінің отырғандардың назарын аударып баға беру, сынау, күлкі ету. Қас жаман қасындағысын қарақтайды. Қатар отырғандарды не кейін не ілгері жылжуға, еңкеуге мәжбүр етіп, басқа біреулерге бірдеңе ұсыну, қайта-қайта тіл қату, әсіресе қол беру жөн білетін тәрбиелі кісінің қылығы емес. Лұқман Хакім тамақ ішу әдебіне қоса қандай тамақ ішу және оны қандай әдеттермен ұштастыру керек екеніне ерекше назар аударады. Ол кісі соның бәрінің өзегі ретінде өзінің әйгілі аз сөйле, аз же, аз ұйықта деген формуласын аз сөйле, аз же, аз ұйықта деген формуласын ұсынады және бұл ойын нақтылай түсіп, екі күнде 3 рет тамақ же. Көктем маусымында үнемі құрғақ, салқын тамақ жеп, шырынды су ішу, жазда да салқын тамақ жеп, шырынды су ішу, күзде таза тамақ пен шырынды су ішу керек, қыста таза ыстық тамақ пен шырынды суға ден қоймақ ләзім. Лажы болса, адам өзінің кілең бір түрлі тамақ ішуге дағдыландырмау керек, дейді. Оның тағы да асқазанды аман сақтау, ыстық, суық, құрғақ және жаңа жас тамақтар ішіп жеуге байланысты. Тамақ жеп отырғанда су ішпеу керек. Ыстық және суық кезде сол ауа райына сәйкес келетін орташа температурадағы тамақты жеу керек. Ауқатты қарын ашқанда ғана жемек ләзім. Асқазанның бұзылмауы
көпті болмау үшін тамақты тойып жемеу керек деген кеңесі бар. Бұл айтылғандарды басқа бір араб оқымыстыларының пікірін қуаттай түседі. Атақты Ардашир Бабқан бір араб хакімінен бір күнде қанша тамақ жеу керек деп сұрағанда, әлгі хакім салмағы 100 дихрам тамақ жеткілікті деп жауап беріпті. Бұл тамақ қанша қуат береді деп сұрайды. Бабақан тағы да: сонда әлгілі оқымысты: бұл шамадағы тамақты жесең, ол сені көтереді, ал артық жесең, ол тамақты сен көтересің депті. Қазақтар мен қырғыз қарақалпақтарда бұрынғыда табақтан үй иесіне, қызмет істеушілерге, тамақ асатын үлкендерге тағылған сыйлы бас табақтан басқа табақтыларға дәм татқызатын. Әрине, тәуірінен асты сыпырып, сиырып, тақырлап, тауысып қоймай, келіндерге табақпен бірге үлкендердің сарқыты деп ұсынылатын. Келіндер оны иіліп сәлем жасап алатын, ал үлкендер жағы ол үшін: көп жаса, қарағым, өмірлі, үбірлі-шүбірлі, малды басты бол деп баталарын беріп, бір серпілісіп қалатын жақсы әдет болушы еді. Екі жағы да жақсы лебіз, жарымырыс деген құлай сеніп, бір-біріне мейірі артар еді. Үлкендер мен кішілер арасындағы осындай сыйластық, ықылас пейілді арттыра түсетін. Кейінгі кезде бұл тамаша әдет те керексіз ескілікке саналып, қолданыстан шығыңқырап қалды. Қастерлі дәстүрлеріміз бен халық рухына етене де ыстық рухани игіліктерімізді түгендеп жатқан кезімізде дастарханымыздың жанға жылы әрі өмірлік мәні бар бұл әдебін жандандырған жөн болар еді. Өйткені өмірдің ыстық суығын көрердей ақ көріп, ащы тұщысын татардай-ақ татып, сол бай тәжірибесінен кемеңгерлік қорытындылар шығарып отырған халқымыз. Сыйластық дастархан басынан басталады. Жауынмен жер көгереді, батамен ер көгереді деген ғой. Бата демекші, мұсылмандық жолын ұстанған еліміздің ескі салты бойынша тамақ ішіліп болып дастархан жиналарда дастарханға бата жасалады. Бата кейбіреулердің осы күнге түсінігіндей міндетті түрде мал сойып бас тартылған қонаққа жайылған дастарханға ғана берілмейді. Кез келген аш жеп сусын ішілген дәм ауыз тигізуге жайылған дастарханға да бата жасау ләзім. Үй ішінің күнделікті 3 уақыт тамағынан не қымыз, не басқа сусын ішуден кейін отағасы, ол жоқта отбасы мүшелерінің жасы үлкен, жақсы тілек айтып бата қайырады. Түрлі себептерге байланысты басқалардан рұқсат сұрап, дастархан басынан ерте тұрып кетуге тиісті болған адам да қысқа қайырып, бетін сипап бата қылады. Дастарханға бата қылу жалғыз өзі тамақ ішкен адамдарға да міндетті. Құдайға шүкір, қисынды сөзге шебер, тілге жүйрік, ақын жанды қалпақ қазақ елдерінде батаның не бір мағыналы да әуезді түрлері жетіп жатыр. Олардың ертеректе осы ғасырдың бас кезінде және осы кейінгі бір 4-5 жыл қарарында жеке кітап болып басылғандары бар. Соңғы кезде осы мұсылманшылық жолын қолдап бата беру, ас қайыру үрдісі қайта жанданып келеді. Бірақ тек өлеңдетіп, қиыстырып, бірінен бірі не кітаптан оқып, жаттап ап бата беруге үйірлік байқалады. Бірақ бір қатар адамдар бата берудің жөні солай деп ұғатын сияқты. Шынында барлық батаға тән. Дайынсың ба жүрсе? Дайынсың ба соңғы қоңырауға? Сыңғырла соңғы қоңырау. Тамақшы болдың ба? Шынында барлық батаға... Қасым істе болдың? О, күшті. Керемет. Көзіңде байып апсың. Тамақшы болдық сен, аға? Одан кейін ана купальник. パンに көрсеттің ғой, аран жүрмейсің. Жаңаларын дұрыстап қой. Жаңаларын дұрыстап қой. Шынында барлық батаға тән.
Болды. Мен шпилька деп отырмын. Болды, болып тұрсың. Кітабын оқып тастайын ба қызым? Efendim? Тағы бір бет қалды осы. Аха. Шынында барлық Başlamışsınız. қазір шебенді мен барамыз. Бітірдім. Келесің? Бітіріпсің. Шынында барлық батаға тән Құдай атына айтылатын тілек, өтініш, мінәжат болмаса, әркім сол дастарханға ойластырып өз тілегін айтып бата бергені жөн. Бата бергенде жаттап алған емес, ауызға түскен тілек орындалады деген сөз бар. Оның үстіне батаның жөні осы екен деп кез келген жерде уақытпен, орынмен, жағдаймен санаспай сұңғылдатып ұзақ сонар батаны гуілдетіп отыру да жараса бермесе керек. Қорытынды келгенде халқымыз қатты қастер тұтатын дастархан әдебін заманына өзгерістеріне жарасқан жаңалықтармен байыта отырып, қайта түлету ұлттық болмысымыздың өңін кіргізіп, шырайландыра түсері хақ. Ұлағат сөздер. Адамның денесінде қарнынап өткен жаман ыдыс жоқ. Адам баласы бірнеше асап жеген тамақпен шектелсе де болады. Егер қажет болса, қарынның 1/3 тамаққа, 1/3 суға және қалған 1/3 демалып тұруға ажыратсын. Жомарт адамның берген тамағы шипа да, сараң адамның берген тамағы ауру шақырғыш. 1001 хадистен. Шақтап жесең санаңды ашар, шақтап артық жесең ұйқы басар. Бәкім. Көп жемеу керек екен. Егер адамдар қарны әбден ашқанда ғана тамақ ішіп, таза да кенелуі әрі жеңіл асты қорек етсе, онда олар ауру дегенді атымен білмей өтер еді. Жаны мен тәнін ырқына көндірер еді. Толстой. Денсаулыққа белгілі бір мөлшерде сақтанудың арқасында ғана жететін болғандықтан, мөлшерімен ішіп жесең, денің сау болады, мөлшерімен еңбек етсең, күш қосылады. Әл-Фараби. Түскі тамақты аз же, ал кешкі тамақты одан да аз же. Өйткені бүкіл дененің денсаулығы біздің асқазанымыздың ұстаханасында шыңдалады. Сервантес. Ұлы адамдардың барлығы тамақты тарта ішетін болған. Бальзак. Тарта тамақтанбау өмірді сақтауға арналған асты адамды өлтіретін уға айналдырады. Саулығыңды тілдесең, артық ішіп жеме. Саулығыңды тілесең, артық ішіп жеме, дейді Науаи. Кесел жолы кеңірдек, мықты күзет қой оған. Шақтап жемей, қор болар тәбетпенен ойнаған. Артық жеген ас тамақ айналдыра кеселге шалдықтырар ауруға былапыт ас жесең де. Кеңірдектен ішкен ас түбі босқа кетпейді, сарғайтады реңді, жанды қинап дерт жейді. Ауру енер денеге артық жеген аспенен, көктей солып мезгілсіз қартаяды жас денең. Бұл ғұмырда таныс боп талай әзіз ер көрдік, нәпсілерін тыялмай кеткен ерте жергеніп. Өңешінен өтеді кесел ердің тегінде, өтер өңеш арқылы оның шипа емі де. Ауруға әркім шалдығар, онда не тұр сенбейтін, дертің тауып дауасын тәуіптер ғой емдейтін. Құрмет тұтып, сондықтан оларды сен жақын көр, пайдалан да ем-домын, тиселі қақын бер, Жүсіп баласағұн. Артық ішсең сай сүйегің сыздайды, ал қанағат ұзақ ғұмыр сыйлайды. Шекспир. Ей перзентім, тамақ дайын болғанда табақтастарыңды шақыр. Олар сенімен бірге тамақтансын, бірақ тамақты тез жеме. Асықпай, ақырын же. Тамақ жеп отырғаныңда адамдармен сөйлес, бірақ басыңды төмен салып отыр, табақтастарыңның қолындағысына қарама. Егер сенің алдында тәуір тамақ тұрса, басқалардың алдында
ондай тамақ болмаса әлгі тәуір тамақтан басқаларға да бер. Тамақ ішкенде қабағыңды түйіп отырма. Тамақтың ұнамағанын айтып аспазға киме. Мына тағамның тәуір, ана тағамың нашар деме. Өйткені тамақ ішіп отырып олай деу жақсы емес. Қабылшнамадан. Құрметті оқырмандар, бүгінге осымен тақырыбымыз тәмам. Ал күнге бата. Дәм түз таусылмасын мол болсын, бара жерге ашық аспан жол болсын. Алла қалап бисмилля деп бастаған тірлігіміз мәңгілікке оң болсын. Үй іші, ауыл аймақ аман болсын, баршамызға тыныштық заман болсын. Аллахым таусылмайтын ризық беріп, дастарханың татулы тағам болсын. Абырой амандығың арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Қонағың жақсы көрген жиі келіп, таусылмас дәм тұзыңды тата берсін. Осындай ойын сауық бола берсін. Осындай ойын сауық бола берсін. Үйіміз той думанға тола берсін. Өмірдің гүл жайнаған қанаты боп, бақшаңа бақыт құсы қона берсін. Аумин. Күндерің сәтті, берекелі өтсін. Сапалы сөз, саналы ұрпақ.